Hayırlı күн, қалдарыңыз қалай? Өте хрустящий вафлидің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркеле кетіңіздер. Беш жұмыртқа, осыған қантты қосамыз үстіне. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне щедрое сливочный майын қоямыз, ертілген. Оны жақсылап тағы бір араластырамыз венчикпен. Мен осындай чайный ложкамен ванильный сахар қоссаңыздар болады осындайынан. Мен де қоспаймын. Осылайынан ванильный сахарды қосқаннан осылайынан електің ішінде араластырып аласыздар. Сосын кейін онды 3 бөліп сүтпен бірге кезектесіп електен өткізіп, сүтті құйып кезектесіп отырып араластырамыз. Осылайынан аздап қосып аламыз електен. Түйіршіктер болмау керек. Сүт құямыз жартысын. Оны тағы да. Денсаулыққа тамақ емес, төбелеске зиян. Әлде тағы да құлап қалдым деп өтірік айтасың ба? Осыған болдық. Қасықпен 2 қасық құямыз. Сымай жағып аламыз бірші кисточкамен. Осылайынан басып пісіреміз. Бала болған соң төбелесек те? Таяқ жекпей ғой, соғып. Мойнына қоя отырсың ба? Мені әкеңді ұятқа қалдырдым деп ойламайсың, е? Отырсын олаш, түрін құрсын. Балам, сөзіне мән берме. Нeye мән берме? Sen erkектің ісіне араласпа. Тамақ істеп үйрет одан. Тұнауың міне тағы. Азық түлік болмаса немен істеймін? Өткенде ғана алып бердік қой, қайда жібердің бе? Әкелген еңкелек картоплмен бір келі күрішін кімге жетеді деп ойлайсың? Осылайынан көріп ретінде бүктейміз төртке. Стаканға осылайынан қойып. Келген жаталауын. Мені пісіріп болдық. Бір ретінде өте әдемі. Осындай хрустящий вафлидің рецепті. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеоны түсіргенше қош сау болыңыздар. Бай-бай.